Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге цистит тақырыбында ақпарат бермекшімін. Жалпы цистит дегеніміз қуықтың шырышты қабатының қабынуы. Әсіресе әйел адамдар жиі ауырады. Себебі әйелдерде несеп шығаратын түтік, яғни уретра қысқа болғандықтан қуыққа инфекцияның кіруі оңай. Сол үшін әйелдер жиі ауырады. Симптомдары: іштің төменгі жағының ауруы, кіші дәретке шыққанда ашып ауруы, және де кіші дәретке жиі бару, және де дене қызуы көтерілуі де мүмкін. Цистит, оның қоздырушысы бактерия болуы мүмкін, немесе саңырауқұлақ болуы мүмкін. Сол үшін жалпы қан анализі, жалпы зәр анализі және бакпасев мочи тапсырылады. Бакпасев мочида оның қоздырушысын анықтауға болады, және де қуықтың өзегін жасау қажет. Цистит кезде оның емі қоздырушысына байланысты, егер бактериалды болатын болса, антибиотик қолданылады. Мысалы, бір реттік қана ішілетін монурал препаратын ішуге болады, немесе левофлоксацин және де ципрофлоксацин, яғни фторхинолондар тобындағы антибиотиктерді 7-10 күнге қабылдауға болады. Ал егер қоздырушысы саңырауқұлақ болатын болса, онда саңырауқұлаққа қарсы дәрілер қолданылады. Мысалы, флуконазол, интраконазол деген сияқты дәрілер 7-10 күнге тағайындалады. Және ауру сезімін басу үшін спазмолитиктер, папаверин немесе ношпанокты или дротаверинді қолдануға болады, немесе қабынуға қарсы дәрілерді қабылдауға болады. Егер видеом пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған дәрігер Толғанай.